Reddit'tегі арық адамдар, арық болғанның қандай жаман жақтары бар? Видеоны бастамастан бұрын біздің YouTube арнамызға подписаться етуді ұмытпа, және де достарыңа таратып лайк бас. Осылайша біз қазақша контентті тезірек дамыта аламыз. Басқа қыздардың көтеніне қарап қызығып кетесің, өйткені өзінде тек қана сүйек бар. Адамдардың бәрі өзінше дәрігер бола қалады. О, сенің асқазаныңды емдеу керек деп. Кейде тіпті жай отырудың өзі ыңғайсыз. Жамбаста майдың жеткіліксіз болуынан сүйектер қатты ауырады. Браслет, сағат, білезік сияқты заттар арық қолда әдемі болып көрінбейді. Біреулер қарның ашпады ма, тамақ ішпедің ба деп әзілдейді. Мен үшін арық болғанның жаман жақтары: киім жараспайды. Жарайды, майды жинауға болады, бірақ бұлшық ет жинау өте қиын. Денесі күшті әдемі адамдарды көрген кезде көңіл күйім түсіп кетеді. Бойың қысқа болса, мүлдем еш нәрсе жараспай қалады. Қыздар саған қарап, кәдімгідей арық екенсің иә деген кезде өзімді өте әлсіз сезініп кетем. Орындыққа отырам, 5 минуттан кейін көтім ауырып бастайды, ал сабақ 45 минут. Басқа еркектер сені сыйлағысы, тыңдағысы келмейді, сенен күштімін деп ойлайды. Көшеде кикілжіңге келіп қалсаң болды, сөйлеспей күш көрсеткісі келеді. Біреулерге шопинг жасау мереке болса, арықтар үшін бұл кәдімгідей жұмыс. Ұнатқан киімің дәл келе бермейді, немесе өте бос болып тұрады. Арық болсаң сені ешкім менсінбейді, әлсіз деп ойлайды. Арық болғанның жаман жері: соғылып қалсаң сүйектерің өте қатты ауырады, өйткені оның айналасында ет жетіспейді. Ұйықтау үшін бір позада жата алмайсың, сәлден соң белің, одан кейін қабырға сүйектері, сосын арқаң ауырады. Бәрі сені көрген сайын қандай арық екеніңді бір рет болсын айтып кетуі керек. Олсыз мүмкін емес. Аха, күнде қойшы, айтпаса ауыздар түсіп қалатын сияқты. Бір күні біреу маған Холокосттан келдің бе деді. Тарих түсінетіндер бұның өте нашар әзіл екенін біледі. Арық болған жаман десем, құрбыларымның бәрі: ой, өтірік мақтана бермеші, арық болған күшті ғой дейді. Қаншалықты қиын екенін түсінбейді. Барлығы сені арықтау үшін әдейі тамақтанбаған деп ойлайды. Сенің орнында болсам, бургер, шоколад бәрін жей беретін едім дейтін адамдар пайда болады. Толық адамдар: ой, не істейсің салмақ жинап, осылай жүре бер, рахат қой дейді. Бұл менің ашуыма тиеді, өйткені арықтық жақсы емес. Ал салмақ жинаймын десең, ақмаққа қараған сияқты қарайды саған. Мен арықпын, басқа адамдарға қарап өзімді нашар сезініп кетем. Арық адамдар сүйектерін тез сындырып алуы мүмкін, сақ болып жүріңдер. Менің жас кезімде біреу маған: тауықтың аяғы сияқты арық екенсің деді. Сол сөз намысыма тиіп, спортпен айналысуға көштім. Салмақ жинау өте қиын екен шынында. Мен көп пайдалы тамақ жей бастадым, күннен күнге көбейтіп жедім. Бірақ түбінде салмақ қоса алмадым, тек әжетханаға көп баратын болдым. Қонақта тамақ салып беріп жатқанда маған арықсың ғой деп көп салып береді. Мені аш жүр деп ойлайды ау деймін солар. Қыздар менің иығыма бастарын қояды және бірден алып тастайды, өйткені ол жерде сүйек. Кинодағыдай әдемі отыра алмаймыз. Арықтығыңды жасырғың келіп, бос тұратын киім киесің. Сол кезде далада қатты жел тұрады, ұшасың. Менің әйелім бала кезінде өте арық болған. Оның айтуынша, бала кезде оның ата-анасы оны тізесіне отырғызысы келмеген екен. Дүкеннен шалбар таңдау қиын. Ұзын аяқты арық жігіт ретінде айтайын, бұл сұмдық. Не шалбардың белі келмей қалады, енді белі келетін шалбар тапсаң, оның ұзындығы келмей қалады. Сосын да дүкен аралы өте ұзаққа созылып кетеді. Немесе белі үлкен шалбарды белдікпен буып, оны кейін әр 30 минут сайын түзеп жүру керек. Адамдардың көзінше киіміңді шешуге ұяласың. Менің достарым қысқа жерлерде немесе қуыстарды көрсе болды: сен мына жерге сиясың ба екен? Мына жерге ше деп әзілдейді. Ал сен арық болғанның қандай жаман жақтарын білесің? Комментарийға жазып, достарыңа таратып отыр. Достар, және де айта кететін нәрсе, егер сендер осы видеоның астына комментарий қалдыратын болсаңдар, мен сендердің комментарийларыңды видеоға қосатын боламын. Яғни осылай Reddit'тен оқығандай сендердің комментарийларыңды оқитын боламын. Сол үшін әр видеоның астына тақырыпқа сай комментарий қалдырамыз. Сендердің аттарыңмен барлықтарымен YouTube'да оқитын боламын.